Жалпы дайындық бұйырса алдымызда Атырау Open жарысы болады. Атырау Open жарысында 300-ден астам спортсмендер қатысады. Ол жарысқа Атырау Open жарысы, ол яғни батыс қалалары, оның ішінде Маңғыстау, Ақтөбе, Орал, Атырау қалаларының спортсмендері келеді. Біздің Маңғыстау облысының намысын қорғауға 35 спортшымыз сақадай сай тұр. Алла қаласа 24 күні жолға шығып, жеңістігінде ораламыз деген үміттеміз. Таеквондо КТ Федерациясы жалпы бас штабы Ақтөбе қаласында, біздің бас президентіміз Ақтөбе қаласында, ал Маңғыстауда осыдан 8 жыл бұрын ашылған болатын. Біздің енді бас штабы біздің президентіміз Демид Борисович, қазіргі Маңғыстау облысының президенті Абитов Саттол Рашидұлы. Көптеген үйірмелер бар, бірақ өзі біздің спортымыз, біздің Таеквондо КТФ көптеген жетістіктерге жеттік. Осынау Қазақстан Республикасының Қазақстан жарыстары әлем чемпионатына біздің 2 спортсмен қатысқан болатын. Европаға қатысқан болатын. Европадан жүлделі оралдық. Ашық Қазақстан чемпионаттарында жүлделі оралдық. Жетістіктеріміз жалпы көп, толағай жетістіктеріміз бар. Жалпылама 28-ші шағын ауданда Өлуде бар, және 11-ші шағын ауданда Өркенде, және 8-ші мектепте бар. Онда жақсы мықты бапкерлеріміз бар, Бақберген, Сәттіғұл ағай, және 11-ші микрорайонда өзім. Жалпы спонсорлық бойынша алдағы уақытта жоспарлар бар, жақсы спонсорлардан тапсақ, осы спортымызды белгілі бір шеңберде дамытсақ, жақсы мықты спортсмендерімізді шығарып, Маңғыстаудың атын тек шығара берсек, туымызды тек биіктерге желбірете берсек деген ойларымыз бар. Жақсы мықты спонсорлар болса, нұр үстіне нұр спортсмендерді шығарамыз, көмектесеміз десе. Салыстырмалы түрде мысалға ВТФ деген таеквондо бар, ИТФ деген таеквондо бар. Олардың тарихына келетін болсақ, ең бірінші ИТФ таеквондо шыққан болатын, интернациональный. World ол әлемдік, біздікі глобальный федерация. Әр федерацияның өзінің бір ерекшеліктері бар. Олардың төйлесу ережелерінде, стандарттарында, например, ВТФ таеквондода ода тек аяқпен жұмыстайды. Бізде 70% аяқ, 30% қолмен жұмыстаймыз. Сол себепті сондай ерекшеліктері бар. Ерекше атап өтетін болсам, Ақтөбе облысын айта аламын. Ақтөбе облысында спортсмендер көп, және де тренерлер көп. Бізде Маңғыстауда енді өркендеп дамып келе жатыр. Осы 8 жылдың ішінде көптеген жетістікке жеттік, бірақ одан да көп жетістіктерге жету үшін, даму үшін әлі жұмыс істеу керек. Мақтап айтатын ол қазірше Ақтөбе қаласы. Біз енді спортқа қабылдағанда 4 жастан бастап қабылдаймыз. 4 жастан 18 жасқа дейін жоғары. Қазіргі таңда 20-дан астам спортшы бар өзімнің залымда. Әлде де набор жүріп жатыр, әлде де хабарласып келіп жатқандар көп. Жалпы 4 жастан бастап қабылдаймыз. Бізде енді спорт болғаннан кейін спортсмендердің бөлек олардың ата-аналары бар. Бізде сондай ата-аналар комитеті бар. Өзара көптеген іс-шаралар өткіземіз. Тренировкеден бөлек балалармен бірге демалыстарға шығамыз. Бірге ас ішетіндерге, бірге тең жағаға барып, кросс жүгіріп деген сияқты. Тағы сондай шаралар көп өтеді. Және енді барша қазақ жұртына айтарым, біздің осындай өскелең ұрпақты спортпен баулай берейік, қолдайық, дамытайық, еліміздің атын шығарайық. Маңғыстау облысының атын бүкіл жерге шығарсақ, ол бәріміз үшін үлкен жетістікке есептеймін. Өркен туралы айтатын болсам, Өркен деген ол негізі оқу орталығы үстінде 4 жастан бастап қателеспесем, балалар, оқушылар оқиды. Астыңғы залда біздер осы таеквондо секциясымен айналысамыз. Енді мен өзім бастағам, осы қыркүйек айынан бастадым жұмысымда. Қазірдің өзінде біздің залдан 6 спортсмен жарысқа аттанғалы отыр Атырауға. Өркеннің намысын қорғап, жалпы Маңғыстаудың құрамына кіріп, Өркен залының атынан. Сол себепті әлде де болса жұмыстар көп, істеп жатқан, атқарылып жатқан жұмыстарымыз көп.